сәлеме құрметті әріптестер, бүгін сіздермен осындай видео кітапшамен таныстырып өтем. Ол үшін қалаған браузердің үстіне RenderForce деп жазсаңыздар болады, және бірінші батырмасының үстінен басасыздар. Сонда сіздерде осындай терезе ашылады, және бұл сайтқа тіркелулеріңіз керек. Мен Gmail.com-мен тіркеліп алғам, тіркелу оңай. Енді видеоны басасыздар осы жерден. Видео слайд ашылғанда осындай терезе ашылады да, шауды басқа, және өзіміздің жаңағы трендтегі кітапшаны ашамыз. Сол кезде создать сейчас деп жазамыз. Сол кезде бізге осындай көптеген шаблондарды прилагать етеді. Соның мына түрін таңдап алайық. Бұл жерде қадымғы өзіміздің презентация сияқты астарына түседі. Көптеген нелер, егер сізге ұнамай жатса, оны удалить етіп өшіріпсеңіз болады. Корзинаның үстін бассаңыз, өзі өшіріледі. Мінекей, болмаса добавить етіп қосу белгісін жазсаңыздар болады. Маған көп ненің керегі жоқ, сондықтан өшіріп жатырмын. Енді бірінші бетін басатын болсақ, онда мынандай шаблон ашылады. Бұл жерде мына жердегі жазуға мына кітаптың мына қырына ат жазылады. Жерде жатырған кітаптың қырының аты мынау болады. Мынау бірінші беті мына суреті, және мынау екінші бетінің суреті. Мына жерге жазу жазсаңыздар болады, мына жерге де болады. Болмаса жазбасаңыздар да болады, удалить етіп тастасаңыздар да болады. Енді ары қарай жұмысымызды жалғастырайық. Бірінші бет ашылды. Енді мына жерге мен көптеген сөз жазуға болады. Мен оны осылай сіздерде қойсаңыздар болады. Дұрыс. Енді сіздер өздерің практикада қолданатын болғандықтан бәрін қарап көріңіздер. Себебі қаншама практикалық жұмыс жасасаңыздар, сонша қолдарыңыз жаттығады. Енді біз жаңа кітаптың атын мына жерде информатика деп алдық. Информатика деп жазып алайын. Бұл жерде бас әріппен жазсаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай көресіз. Мен екінші қапталына да жазатын болғандықтан копировать етіп алайын, және мына жерге қоя салам. Міне біздің кітабымыздың бірінші беті дайын. Енді екінші бетін аламыз. Екінші бетінде мына жерге үстінен басып загрузить етіп, өзіңіздің қалаған суреттеріңізді қойсаңыздар болады. Мен мына суретті алайын. Суретті қойған кезде міндетті түрде осындай шекара шығады. Ол үшін үлкен және кішірейту деген белгі, мына плюс деген, осыңызге ыңғайлы қылып үлкейтіп алғаныңыз дұрыс болады. Және екінші суретті тағы скачать етіп алайық. Мен екінші суретке мына суретімді қоя салайын. Енді өздерің қарайсыңдар, ыңғайлы суреттеріңізді қойсаңыздар дұрыс болады. Мен отмент етіп отырған суретімді қоя салайын. Сол әдемі көрінетін сияқты. Мына жерде кішкене нелеу альбомный түр дейміз ғой мына жерде. Ал біреу книжный, біреу альбомный екен, және үлкейтіп қосып алайық. Міне, сонда әдемі болады. Мына жерде тағы бір сөз жаза салайын. Сонда әдемі көрінеді. Енді өздерің қалап сөз жазасыздар, және қате жері болса жөндеп аласыздар. Міне жаздық. Енді бірінші бетіміз керек болды, қойдық. Мына жерге де қойсақ болады. Уақыттың таяуына байланысты қарайсыздар енді өздерің. Мен мына суретімді, или мына суретімді қоя салайын. Үлкендеу. Және үлкейтеміз кішкене. Осылай. Тағы бір сөз қоя саламыз. Қалаған. Так, мына жерде қате кетіп қалыпты. Мұқият қарайсыңдар, қате кетіп қалмасын. Енді мен мынаны керек емес, маған удалить етіп тастаймын. Енді бұны өзіміз не сияқты видеоны бірінші көреміз ашып. Ол үшін бұл жерде көбісі ақылы болғансын, біз ақылы емес түрін таңдап аламыз, және өзіміздің видеомыз міне жүктеледі. Осылай
Енді мұқият қарасаңыздар, құрметті ұстаздар, қанша видео жүктесеңіз сонша уақыт алады. Сондықтан үйде отырып өздеріңіз асықпай қарап, көптеген видеоларды жүктеуге болады. Енді бұл уақытқа таяу болғандықтан мен жылдам сіздерге жобасын көрсетіп жатырмын. Міне, құрметті әріптестер, біз көріп алдық видеомызды. Енді бұл видеоны сақтауымыз керек. Жаңа айтып өткендей редактировать етесіздер, қатесі болса осы жерден жөндейсіздер. Енді бұл видеоны сақтау керек. Ол үшін өзіміздің профильға кіріп, осы жерде міне видео дегенді басасыздар. Сол кезде осындай терезе ашылады және скачать дейсіздер. Скачать еткенде қадімгі ютубтан я басқа жерден не жүктеген сияқты міне төмен жағына скачать етіледі. Егер сіздерге осы видеолар ұнап жатқан болса, сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, келесі сабақтарда бұдан да күшті кейінгі трендтағы осындай видеоларды салуға тырысамын. Осылай каналыма тіркеліңіздер, қазіргі заманауи ұстаз болыңыздар. Қош, сау, саламат болыңыздар. Келесі сабағымда көріскенше.